Экс-президент әлемдік байлар қатарынан көрінді. Бұл туралы шетелдік бақ хабарлайды. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстанның тұңғыш президенті. Болжалды байлығы 1-2 миллиард доллар шамасында. Назарбаев Қазақстанды 30 жылға жуық басқарды. 1991 жылдан бастап, 2019 жылға дейін елдің саяси сахнасында абсолютті басшы болды. Оның басшылығы кезінде Қазақстан мұнай мен газ саласында серпіліс жасап, әлемдік энергия нарығында орны бар мемлекетке айналды. Сарапшылар мен халықаралық зерттеу орталықтары оның байлығы көбіне отбасы мүшелері арқылы басқарылатын бизнес құрылымдармен байланысты екенін айтады. Оның қыздары мен күйеу балалары банк саласында, құрылыс компанияларында және энергетикалық корпорацияларда үлеске ие болған. Мысалы, Нұрбанк, Халық банкі сияқты ірі қаржы ұйымдарында қызы Динара мен күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қатысы болғаны белгілі. Құлыбаев, Қазмұнайгаз, Самұрық-қазына сияқты ұлттық компаниялардың активтеріне байланысты бірнеше жыл басқарушылық лауазымда болған. Кейбір деректерге сәйкес, отбасының шетелдегі жылжымайтын мүлкі, қымбат виллалар мен сарайлар, сондай-ақ Лондондағы элиталық үйлер бар. Назарбаевтың өз атына тікелей тіркелмегенімен байлығы жанама бақылаудағы активтер арқылы шоғырланған деп саналады. Байлық көздері: энергетика, ұлттық қорлар мен компаниялар, банк жүйесі, жылжымайтын мүлік және халықаралық инвестициялар. Бұл соңғы шыққан ресми дерек. Осындай нақты жаңалықтарды жіберіп алмау үшін тіркел де лайк басып кет.